Рамазан Мақатаев тірек қимыл жүйесіне зақым келген бірінші топтағы мүгедек. Соған қарамастан көп жылдардан бері Көкшетау қаласында тігін машиналары мен құрал жабдықтарды жөндеумен айналысады. Ол бастапқыда бұл жұмысқа тек қызығушылық ретінде қараса, кейіннен сұраныс көбейіп, кәсіп көзіне айналдырған. Сподвигло нас, наверное. Шынын айтсақ, бұл іспен айналысуға бізді сұраныс итермеледі. Бізге тігін машинасы қажет болды. Хабарландырулардан, газеттерден іздедік. Алайда ештеңеде таба алмадық. Тігін жабдықтарын сататын дүкендерден сұрастырдық. Олар да бізге көмектерін бере алмады. Өңірімізде білікті маман іздеп, оны да таппадық. Содан осы қызмет түрі қоғамға қажет екендігін түсіндік. Саланы егжей-тегжейлі зерттеп, ісімізді бастап кеттік. Мы, как говорится, начали. Кәсіпкер заңнамалық тұрғыдан білімін шыңдап, кәсіпкерлік негіздерін үйрену үшін 2019 жылы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында оқытудан өтеді. Рамазанның айтуынша, бұл оның біліктілігін арттырып, табысты болуға үйретті. В Атамекене мы... 2 жыл бұрын қазан айында біз Атамекен кәсіпкерлер палатасында оқытудан өттік. Барлық қажетті білімді осы курстардан алдық. Мен еш өкінбеймін, керісінше қуаныштымын. Ең қажетті ақпараттарды алдық. Белгілі бір сұрақтар бойынша кімге немесе қай мекемеге бару керектігін түсіндік. Мұның барлығы Атамекен кәсіпкерлер палатасында алған білімнің жемісі. Біздің екінші грантымыз жылжымалы шеберханаға берілді. Атамекен кәсіпкерлер палатасының көмегімен кәсіпкер бизнес жоба әзірлеп 4 миллион теңге көлемінде грант иеленді. Ол осы қаржыны толығымен жылжымалы шеберхана сатып алуға жұмсапты. В 2020 году 2020 жылы мобильді шеберхана бойынша мемлекеттік грантқа қатыстық. Атамекен кәсіпкерлер палатасының көмегімен бизнес жобамызды әзірлеп, арнайы кеңесте қорғадық. Нәтижесінде 4 миллион теңге көлемінде грант бөлінді. Бұл қаржыға біз көлік сатып алдық. Көліктің ішіне жұмыс үстелін, сөрелер орнатамыз. Сол арқылы біз тұтынушыға бір табан жақындай түсеміз. Күніне 3-4 тапсырыс қабылдап үлгереміз. Сұраныс бар. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының көмегімен өз ісін жолға қойған кәсіпкердің алдағы мақсаттары мен жоспарларды ауқымды. Ол осы ісін жалғастырып кең көлемді қызмет көрсететін орталық ашпақ. Ал қазір тапсырыстарға өз көлігімен шығып, жылжымалы шеберхана жобасын жетілдіруді көздеп отыр.